Қайырлы күн, құрметті достар. Бізде бүгін тағы да студент подкасты және біздің талқылайтын тақырыбымыз оқу барысында жалпы практика бізге көмектесе ме, әлде жоқ па деген сауал төңірегінде жауап іздейміз және соны талқылаймыз. Және оны талқылайтын менің группаласым Тілекқабыл Асылмұрат және мен Әділет Амангелді. Енді көбімізге белгілі, біз оқуға түскеннен кейін бұл жоғары оқу орнында біздер жалпы тәжірибе алмасуға бірінші курс пен төртінші курс аралығында барамыз. Бірақ енді көбіне студенттердің көп жиі айтатыны бұл практика, яғни бұл тәжірибе алмасу барысында маған көмектеспеді. Себебі әрине студент енді ол оқу барысында теорияны да алады, оқулықты да алады, бірақ ол жаңағы мысалға егер ол журналист болса, ол мысалға камераны көзбен көргісі келеді, қолмен ұстағысы келеді деген секілді түрлі бізде жайттар бар. Дегенмен де қазір біз байқағанымыздай көптеген студенттер жаңағы практиканың көмектеспейтінін қатты, яғни маңызды қылып айтып жатады. Оның себебі мысалға оның барған мекемесі оған көңіл аудармаған деген секілді, немесе оған үйретпеді деген секілді түрлі жайттар кездеседі. Енді біздің бұл жерде айтқымыз келетіні, мысалға қазір біздер мекемеге барған кезде ең алдымен бізге мысалға тақырып, мысалға біз мамандық бойынша барғанда ол мекеме мысалға бізге ол бағыт бойынша бағыт бағдар бермейді. Сол бойынша көптеген қиындықтар туындайды деген секілді осыны айтуға. Және жалпы осы жерде зерттеулерді келтіретін болсақ, жалпы халықаралық зерттеулерге сәйкес жұмыс беруші мекемелердің 70%-дан астамы ол келген маманның тәжірибесіне, яғни меңгерген біліміне қарай алынады. Бірақ жоғары оқу орындарында қазір студенттер мысалға бір жоғары оқуының өзінде мысалға 2000-нан астам студент бітірді десе, оның тек қана мысалға бір 100 шақтысы ғана сол мамандық бойынша жұмыс жасайды. Ал қалған мысалға 600 деген секілді олар қайда қалды, немесе олар не істеді деген сауалға бізде мысалға мемлекет мысалға аралық нелер өткенде, брифинг өткендерде мысалға оқу ағарту министрлігінде көптеп жауап бере алмай жатады. Оның себебі мысалға жаңағы мекеме мен жоғары оқу орнының бір-бірімен байланыс орната алмауында. Мысалға студенттер барады бірінші курста, ал ол мекеме мысалға жаңағы студентке бір өзінің несін көрсете алмайды деген секілді, бір көмек бере алмайды. Яғни студент ол жерде мысалы бірдеме білгісі келіп барады, бірақ жаңағыдай ол студенттің өз күткендей болмай қалады ол жерде. Сондай сияқты түрлі жайттар болып тұрады. Оған сенің ойың қалай, мысалға тәжірибеңмен бөліссең? Мен тәжірибем бірінші курста мен дейтін Атырау ақпаратқа барғам. Тәжірибем сол жақта өткен практикамды. Шынымды айтсам, бірінші курста практикада мен көңілімнен шықпады. Өйткені біз дейтін көп практикаға шақырмайтын болды. Аптасына әрі кетсек 1-2 рет барамыз. Съемка дейтіндер, там съемка, ондайлар көп болмады бізде. Съемка вообще болған жоқ. Мақала жазу болмады, үйретпеді. Чисто тек қағаздар қаратты, газеттерді. Болды, соны үйретті тек. Бірақ екінші курста мен Атырау ТВ-ға бардым. Атырау ТВ-да мен съемкеге қатыстым. Съемкеге түстім, камера қалай істейтінін көрдім, микрофонмен қалай жұмыс жасау керек екенін көрдім. Біршама тәжірибе үйретті. Атырау ТВ-да бәрі ашық, ешкімнен ұялмайды. Бізде практикада соны үйретеді. Ұялмай сұрақ қоюды, камераның алдында ұялмауды, еркін сөйлеуді, ешкімнен қорықпауды, өзіңнен қорықпауды үйренесің. Бірақ көбінің айтатыны, мені практикада ешкім ештеңе үйретпеді дейді. Сол сұраққа жауап беретін болсақ, практикада сені біреу үйретуге міндетті емес. Практикада сен өзің үйрену керексің. Сені ешкім жетектеп, үйрен деп артынан жүрмейді. Тәжірибе сенікі, өзің үйрену керексің.
Қалай ойлайсың, келісесің ба? Иә, әрине өте дұрыс айттың. Мен мысал келтірсем, мысалға мен осы оқу орнына түспестен бұрын, мысалға мен колледжде оқыған болатын. Сол колледжде мысалға менің мамандығым автоматтандыру және басқару болатын. Бірақ мысалға біздің колледж бен мекеменің бір-біріне байланысты болмауының салдарынан, мысалға біз өз мамандығымыз бойынша емес, біз мысалға электр механигі бойынша мысалға практикадан өттік. Бұның өзі мысалға біздің болашағымызға жасалған бір үлкен бір мысалы қастандық деуге де болады. Себебі ол жерде біз ол оқу орнына сеніп түскеннен кейін, ол оқу орны егер бізді қамтамасыз етпесе, жаңа практикамен немен, онда ол не үшін ол мамандықты ашып отыр деген мысалға бізде сауал туындайды. Неліктен оны мысалға бізді оқытып отыр деген секілді. Сондықтан да жаңағыдай сен дұрыс айтып кеттің. Бірақ әрине енді ол мекемеге барғаннан кейін олар бізді бір үйретуге міндетті дегенде бізде не жоқ. Бірақ енді біз бірдеме білу үшін барамыз. Бірақ керісінше қазір мекемедегі адамдар олар керісінше бізден күтеді. Яғни сол әрекетті. Яғни сендер мысалға оқыдыңдар ғой, неге мысалға сендерде білім жоқ деген секілді мысалға біздің жаңағы немізге тигізеді. Бізден кінә көреді. Иә, бізден кінә көргісі келеді. Бірақ енді айтады ғой, жаңағыдай ол біз екі жақтан да бірдей кінәні көре алмаймыз. Себебі біз университетте тек қана оны оқулықтан оқимыз. Жаңағы ал көзбен көру үшін біз сол жаңағы мекемеге барамыз. Яғни Атырау ақпаратқа, мысалға жаңа Атырау ТБ деген секілді, Каспиан Ньюс дейтін секілді арналарға барып көреміз. Мысалға газетке баратын болсақ та дәл солай. Мысалға егер біз мақала жаза алмайтын болсақ, бірақ керісінше ол жерде барған адамдар бізге үйрету керек. Мысалға мақала қалай басталу керек, қандай жерлерден барып жаңағы нені іздеу керек, кіммен тәжірибе алмасу керек деген секілді түрлі нелер бар. Сосын мысалға бізде бірінші курста есіңде болса, мысалға бізде Атырау ақпаратта бір сабақ өтті, бірақ ол сабақ өтті деген ғана сөз болмаса, ал былай ол шыны керек болған жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да бұл жерде ол кісілерді өздерінен біршама қателік іздеп тұру керек деп ойлаймын. Сенің ойыңша? Иә, ол мұғалімдерге байланысты негізінде. Бізге де байланысты, біздің де кінәміз бар, мұғалімдердің де кінәсі бар. Бізде де бізден де қате кеткен бар. Бізде өзімізде де шабыт болмады, бірінші курс боласын, бізде ештеңе білмейміз. Білмегесін барғаннан кейін көп зат білмейміз ғой, енді мұғалімдерден требовать етеміз. Ол дейтін қате. Біз дейтін өзіміз талпынсақ, біршама зат бізге үйренуге болады негізінде. Мұғалімдер бізден қашпайды. Біз оларға қарай тартылсақ, олар бізге қарай тартылады негізінде. Бізге де үйрететін еді. Просто өзіміз кішкене жалқаулықтағы ұтып кетті бізді. Дұрыс айтасың. Және осы университетке келгенде мен бір байқаған нәрсем, мысалға университетте мысалы біз оқыған мамандық бойынша барлық мекеме дайын тұрады. Яғни практика басталар кезде мысалға практиканың жаңағы несі маманы мысалға сендер осында барасыңдар деген секілді түрлі мекемелер тауып береді. Мысалға менің баратын мекемем жоқ болса, мысалы менің ауданымдағы мекемелермен келіссөзге отырып жаңағы солармен келісімшарт жасасады, яғни біздің баруымызға жағдай жасайды деген секілді. Сондықтан мен колледж бен университеттің айырмашылығынан осыны байқадым. Колледжде көбіне студенттің өзіне тапсырылады, яғни мекемені табу студенттің өзіне беріледі. Ал университетте олай емес. Университетте сізді университет толықтай қамтамасыз етуге деуге болады, яғни мекемемен сенде кетеді. Бізге практика барар кезде бізде енді біршама таңдау болды, өзің білесің. Мекемелерге жібере алады, қаладан да бірнеше не болады бізде. Көп жер берді ғой бізге таңдауға. Сол жағы жақсы бізде универдің. Колледжге қарағанда, колледжде ондай жоқ. Дұрыс айтасың. Көп келісім шарт жоқ. Және мен осы жерде сауалнамалардың зерттеулерін біраз зерттеген болатын. Сонда мысалға 60%-дан астам студент тәжірибеден өткенде оның жарамсыз екенін айтады. Яғни жарамсыз дегені қалай? Ол жерде барғанда олардың ештеңе үйрене алмағандығын білдіреді. Содан кейін мысалға бізде айтады, қазір жұмыссыз жастар көп деп. Жұмыссыз жастар неліктен көп? Осы мамандыққа түсіп, бірақ сол мамандыққа қор болған жаңағы, ол әрине жастардың кінәсі емес. Жаңағы мүмкін әрине жаста тек
мысалға өзінің бір несі үшін ғана түсе салуы мүмкін ол мамандыққа, бірақ кәдімгі сол мамандыққа қызығатын жастарды мен өзім көрем. Мысалға олар айтады, мен бардым, бірақ маған ештеңе үйрете алмады ол жер, маған бір несін бере алмады деген секілді, түрлі өздерінің мысалға проблемаларын айтып тұрады деген секілді ғой. Мен өзім күні кеше естігем, досым бар, практикаға барған, ойлаған бір шамазат үйренемін деп талпыныспен барған ғой, өзінің талпынысымен, бірақ жетекшілер дым үйретпеген дейді. Жасаған тек сол бар болғаны, қағаз тасыдым дейді, сосын іштегі шаруаларды жасадым дейді, көмектесіп болды дейді. Маған өзіме тәжірибе берген жоқ дейді, содан көңілім қалды дейді. Өте дұрыс айтасың. Сосын мысалға біз жаңа жұмыс берушінің или жаңа практикадан өтетін жерге барғанда, жаңа сөзің аузыңда, бізді олар бір қалай өздерінің бір көмекшілері ретінде көреді. Түрлі мысалға өздерінің жұмыстарын жасатып қояды. Тіпті мысалға түскі уақытқа шықпайтын студенттерді өз нелерін айтып жатады. Бірақ ол жерде біз бір нәрсені біліп, үйреніп, яғни көзбен көріп, қолмен ұстау үшін барып отырмыз. Сондықтан да біздің бұл жерде айтқымыз келетіні, жалпы практика бізге негізі пайдалырақ болу керек. Қай тұсынан болса да, себебі студенттердің көбісі практикаға барған кезде ештеңе үйрене алмайтындығын және ол жердің ештеңе үйретпейтіндігін айтады. Үйретпейтіндігінің басты себебі ол жаңағы, енді қазір білесің, конкурент дейтін нәрсе, конкуренция дейтін нәрсе өте қатты дамыған. Мысалға адам өзінің отырған жұмысын басқа біреумен бөліскісі келмейді, себебі біз кімбіз, олардың артынан өсіп келе жатқан ұрпақпыз, яғни біз олардың орнын басамыз, бірақ ол адам өз жұмысынан айырылмау үшін олар бізге ештеңе үйретпейді деген секілді. Бірақ әрине достар, біз бұл жерде біреуге, яғни көпке топырақ шашқымыз келмейді, бірақ біз барлық осы қоғамда болып жатқан оқиғаларды бүгін кішкене сіздерге ашық түрде жеткіздік деген ойдамыз. Осыдан сіздер бір ой түйдіңіздер деген ойдамыз. Сіздердің көкейлеріңізде жүрген бір сұрақтарға біз жауап бердік деген ойдамыз. Группаласымыз екеуміз. Осымен бүгінгі біздің студент подкастымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар. Рахмет назарларыңызға.